Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 44-ші сабақта қарастырамыз. Санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сантиметрмен берілген әр жолақтың ұзындығы бір жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірдей қанша бөлікке бөлінген. Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей-ақ білуге бола ма дейді. Яғни жолақтардың ұзындығы бір жылдағы айлардың санына тең болатын болса, онда бір жылда 12 ай бар. Жолақтардың ұзындығы 12 сантиметрге тең. Бірінші жолақ 12-ден 2 бөлікке бөлінген, екінші жолақ 12-ден 3 бөлікке бөлінген, үшінші жолақ 12-ден 4 бөлікке бөлінген, төртінші жолақ 12-ден 6 бөлікке бөлінген. Бірінші жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 6 сантиметрге тең. Ал екінші жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 4 сантиметрге тең. Үшінші жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Төртінші жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 2 сантиметрге тең деп айта аламыз. Кесіндінің бір үлесінің ұзындығын білу үшін кесіндінің ұзындығын үлестің санына бөлу керек. Мысалы, 12 сантиметрді 2-ге бөлсек 6 сантиметр болады. Бұл бірінші жолаққа қатысты. Сонда бірінші жолақтағы бөліктердің ұзындығы 6 сантиметрге тең екен. Ал 12 сантиметрді 3-ге бөлсек 4 сантиметр болады. Бұл әр нұсқасындағы жолаққа қатысты айтылған. Әр бөліктің ұзындығы 4 сантиметрге тең екен. Келесі 12 сантиметрді 4-ге бөлсек 3 сантиметрден болады. Бұл бір нұсқасындағы жолаққа қатысты. Әр бөліктің ұзындығы 3 сантиметрден болады. Келесі 12 сантиметрді 6-ға бөлсек 2 сантиметр болады. Бұл бір нұсқадағы жолақшаға қатысты. Әр бөліктің ұзындығы сонда 6 сантиметрден болады екен. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Кесінді тең бөліктерге бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлше, бір бөлігін білу арқылы барлық кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады дейді. Енді А нұсқасына қарайық. А нұсқасындағы кесінді 2 бөлікке бөлінген екен. Бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметр. Енді бұл кесіндінің ұзындығын білу үшін осы 3 сантиметрді 2-ге көбейтеміз. Себебі кесінді 2 бөлікке бөлінген. Сонда бұл А нұсқасындағы кесіндінің ұзындығы 6 сантиметрге тең болады. Енді Ә нұсқасына қарайық. Ә нұсқасындағы кесінділер 5 бөлікке бөлінген екен. Бір бөліктің ұзындығы 2 сантиметрге тең. Енді осы кесіндінің ұзындығын табу үшін осы бір бөліктің ұзындығын 2 сантиметрді 5 бөлікке көбейтеміз. Сонда 10 сантиметр болады. Яғни барлық кесіндінің ұзындығын білу үшін бір үлестің ұзындығын бірдей үлестердің, яғни бөліктердің санына көбейту керек. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Қара өрік ағашынан 20 килограмм жеміс жинап алынды. Ыдысқа жемістің жартысын, 5-тен 1-ін, 4-тен 1-ін салғанда әр ыдыста қанша килограмм қара өрік болды дейді. Яғни 20 килограммның жартысы 2-ден 1 бөлігі 10 килограмм. Бірінші ыдысқа 10 килограмм жеміс салынған екен. Ал екінші ыдысқа 5-тен 1 бөлігін табу үшін 20-ны 5-ге бөлеміз, 4 болады. Яғни екінші ыдысқа 4 килограмм жеміс салынған екен. Ал енді үшінші ыдысқа 4-тен 1 бөлігін салған. Ол үшін 20 килограммды 4-ге бөлеміз, 5 болады. Яғни үшінші ыдысқа 5 килограмм жеміс салынған екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. А нұсқасына қараймыз. Бір қарбыздың массасы 8 килограмм. Жарты қарбыздың массасы қаншаға тең дейді. Мұнда есептің қысқаша жазылуы берілген, енді біз шешуін табуымыз керек. Қарбыздың жартысын, яғни 2-ден 1 бөлігін табуымыз керек. Ол үшін 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады.
яғни қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограммға тең болады екен. Енді осы 4-ші есептің ән нұсқасына назар аударайық. Жарты қарбыздың массасы 4 килограмм. Бүтін қарбыздың массасы қаншаға тең дейді. Мұнда енді есептің қысқаша шарты берілген. Біз шешуін табамыз, яғни бір қарбыздың массасын табу үшін жарты қарбыздың массасын бөліктер санына, яғни 2-ге көбейтеміз, 4-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 8 болады. Бүтін қарбыздың массасы 8 килограммға тең екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық, есептерді шығар дейді. Нұсқасына қараймыз. Бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма болады дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жасап аламыз. Бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм. Бір жәшік алманың массасы қанша килограмм екен табамыз. Ол үшін бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігінің массасын 4 килограммда бөлік санына 4-ге көбейтеміз, сонда 16 болады. Яғни бір жәшік алманың массасы 16 килограммға тең екен. Келесі енді осы 5-ші есептің ән нұсқасына назар аударайық. Бір жәшікте 16 килограмм алма бар. Оның 4-тен 1 бөлігі бәлішке пайдаланылды. Бәліш пісіру үшін неше килограмм алма пайдаланылды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып алайық. Бір жәшік алманың массасы 16 килограмм екен. Бәліш пісіруге оның 4-тен 1 бөлігін пайдаланылды. Бәліш пісіруге неше килограмм алма пайдаланылғанын табамыз. Ол үшін бір жәшік алманың массасын 16 килограммды 4-ге бөлеміз, сонда 4 болады. Яғни бәліш пісіруге 4 килограмм алма пайдаланылған екен. Енді осы 5-ші есептің Б нұсқасына назар аударайық. Осыған ұқсас есеп құрастыр. Себетте 12 килограмм алма болды деп баста дейді. Себетте 12 килограмм алма болды. Тосап қайнату үшін оның 3-тен 1 бөлігін пайдаланылды. Тосап қайнату үшін неше килограмм алма пайдаланылды деп есеп құрастырып алайық. Осы есептің шешуін табамыз. Ол үшін 12-ні 3 бөлікке бөлеміз, сонда 4 болады. Яғни тосап қайнату үшін 4 килограмм алма пайдаланылған екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Кел есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Нұсқасына қараймыз. Ұзындығы 15 см қияр теңдей 5 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ұзындығы нешеге тең дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып алайық. Қиярдың ұзындығы 15 см екен. Қияр 5 бөлікке бөлінген. Сонда қиярдың 5-тен 1 бөлігі неше сантиметрге тең екенін табамыз. Ол үшін 15-ті 5-ге бөлеміз, 3 болады. Яғни қиярдың 1 бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең екен. Енді осы есепке кері есеп құрастырайық. Қиярдың 5-тен 1 бөлігі 3 сантиметрге тең екен. Қиярдың ұзындығы неше сантиметр болатынын табамыз. Ол үшін 1 бөлігінің ұзындығын 3-ті бөлік санына 5-ге көбейтеміз, сонда 15 болады. Яғни қиярдың ұзындығы 15 сантиметрге тең екен. Енді осы 6-шы есептің ән нұсқасына назар аударайық. Бақшадан жиналған қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. Бақшадан барлығы қанша килограмм қызанақ жиналды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограммға тең екен. Барлық жиналған қызанақтың жалпы массасы неше килограмм екенін табамыз. Ол үшін бөліктер санын 3-ті 1 бөліктің массасына 9 килограммға көбейтеміз, сонда 27 болады. Яғни барлық жиналған қызанақтың массасы 27 килограммға тең екен. Енді осы есепке кері есеп құрастырайық. Бақшадан жиналған барлық қызанақтың массасы 27 килограмм. Қызанақтың 3-тен 1 бөлігі неше килограмм екенін тап дейді. Ол үшін барлық қызанақтың массасын 27-ні бөліктер санына 3-ге бөлеміз, сонда 9 болады. Яғни қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограммға тең екен.
Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді. Оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта дейді. А нұсқасына қараймыз. Яғни оқушы бірінші 16-ға 12-ні қосқан 28 болған, 28-ді 7-ге бөлгенде 4 шыққан. Демек, шақшашылған 16 қосу 12, шақша жабылған бөлу 7 деген өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеген екен. Енді ән нұсқасына қараймыз. Бірінші оқушы 9-ды 6-ға көбейткен 54 болған. Екінші амалдар орындалу реті бойынша 5-ті 6-ға көбейткен 30 болған. Үшінші 54-тен 30 азайтқанда 24 болған. Яғни оқушы 9 көбейту 6, азайту 5 көбейту 6 деген өрнектің мәнін есептеп тапқан екен. Келесі Б нұсқасында оқушы бірінші 65-ке 9-ды қосқан 74 болған. Екінші амалдардың орындалу реті бойынша 49-ды 7-ге бөлген 7 болған. Үшінші 74-ке 7-ні қосқанда 81 болған. Демек, оқушы шақшашылған 65 қосу 9, шақша жабылған қосу 49 бөлу 7 деген өрнектің мәнін есептеп тапқан екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптармен сіздерге көрініп тұратын болады.